Қайырлы күн достар. Бүгін біздің сұхбат алаңында Қарағанды облысы бойынша Жайдарман лигасының басшысы Ернат Абутаев. Ернат аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі сұхбатта сізді көріп отқаныма өте қуаныштымын. Ендеше сұхбатымызды бастасақ, менің алғашқы сұрағым, жалпы Жайдарман ұйымының мақсаты, оның ерекшелігі қандай? Сол туралы сөз қозғасақ. Жайдарман ұйымының енді мақсаты жастарға үлкен алаң ашып беру, сол арқылы жастарды тәрбиелеу. Мемлекетіміздің бір үлгі тұтатын азаматтар болу керек. Сондықтан да Жайдарман сондай бір ауқымды жоба десек те болады. Қарағанды облысында жалпы Жайдарманда 60-ға жуық команда бар, оның 40-қа жуық командасы міндетті түрде чемпионатқа қатысып жүр. Жоғарғы оқу орындары, университет қабырғасы, колледж, аудан, қаладан келетін жастарға алаңымыз әрдайым ашық. Республикалық Жайдарман ойындарының нәтижесін көрсе, одан халықаралық деңгейге шығып жатса, мысалы қазір бізде Масликов қой ең тоқтайтын шеңбер. Ол жерге қарай өтіп кетіп жатса, өз жерден чемпион болып жатса, онда өзім ойлаймын, мықты, талантты жастар өзінің ертеңгі күні бір мықты екенін көрсете алатын орта ғой. Енді менің келесі сұрағым, Жайдарман сізге не берді? Сіз Жайдарманға не бердіңіз? Жайдарман сізге не берді дегенде, Жайдарман арқылы бір үлкен тәжірибеге қол жеткіздім десем де болады. Мен 2016 жылға дейін Жайдарман ойнағам. Командам енді 2016 жыл оқу бітіргеннен кейін әрмен қарай бізге қаражат бөліп беретін демеушілер болмағандықтан әрі қарай алып кету қиын болды. Таңдау болды, не жұмыс жасау керек, немесе Жайдарман деген сияқты. Өзіме енді бір таңдау жасадым, әрмен қарай мамандығым бойынша жұмыс жасайын деп жасадым. Түрлі бағыттан өттім, тәжірибелер жинадым. Ол жерге барған кезде осы Жайдарманнан алған әрбір өзіме келген тәжірибемді пайдаландым десем де болады. Ортадағы, мысалы алдыңғы шептегі адамдардың қатарында болдық. Бірақ түбі сол Жайдарманға қайтып келдік десе де болады. Ал енді Жайдарманға қазір не беріп жатырмын? Жайдарманға тұрақты түрде өтіп жатқан чемпионаттың арқасында көптеген командалардың шығуына демеу беріп жатырмын десек те болады. 2022-де қалай бастадық? 21 бір ойын өткізіп тұрақты чемпионат басталды. 22, 23, 24 жыл өткіздік. Сол тұрақты чемпионаттың арқасында мысалға 60-ға жуық команда пайда болды. Бірнеше вуздар қатысты. Мүлдем Жайдарманға қатысып көрмеген колледждар келді. Мысалға Тау-Кен колледжі деген сияқты, құрылыс колледжі деген сияқты әртүрлі колледждар бар ғой, солар келді. Бірақ осылардың ішінде бір айта кететін нәрсе, Қарағанды болашақ жоғары колледжі тұрақты түрде қатысып келе жатыр. Қай уақытта қандай чемпионат болса да келеді. Бірнеше Жайдарманшылар шығарып үлгерді. Команданың атауы ауысып өтіп жатқан командалар бар. Сонда да тұрақты түрде қатысып келе жатыр. Сол уақытта айналысқан сол жастар қазір бір үлкен жобаларда мысалға жүр десек те болады. Негізі болашақ колледжінің басты несі ұстаздар шығаратын орта деп қабылдайды ғой көбісі. Сондықтан да ол жерден жақсы ұстаздар шығып жатыр. Мен мысалы тәжірибемде мына нәрселер болған. Мектеп лигасын өткізген кезде осы сіздердің колледждарыңызды бітірген бір студент бір мектептің мұғалімі болып барып, сол жердің жаңа командасын шығарып, оны әрі қарай дамытып жатқан кездері кездескен. Сондықтан да мен ойлаймын, бір ортасын тауып беретін мекен ғой. Сондай студенттер шығарып жүрген жер. Енді биылғы тұрғыда, былтырғы жылдан бастап, оның арғы жылы сол чемпионат қайтадан карантиннан кейін басталған чемпионатта болашақ колледжі қатысып жүр. Болашағы бар командасы бар. Былтыр 2024 жылы Республикалық жастар лигасында, екінші дәрежелі лигада ойын өрнегін көрсетіп келді. Енді бірінші ойыннан бастап сәтсіздікке ұшырады, тәжірибенің жетіспегені шығар. Бірақ биыл сол тәжірибе арқылы әрмен қарай тағы да өздерінің қандай команда екенін көрсетеді деген ойдамыз. Ал одан кейін мысалға арттарынан еріп қыздар командасы, Демал командасы пайда болды. Бұл команда облыстық деңгейдегі студент лайф лигасында өте тәжірибелі аяқтады. 3-ші орынмен ол жерге 16-ға жуық команда қатысқан болатын. Соның ішіне 3-ші орын алды. Сіздердің колледждарыңыз өте қолдау білдіріп келе жатыр осы командаларға. Қаражат жағынан болса да, сыртқы ойындарға, республикалық ойындарға барған кезде міндетті түрде қолдауларын білдіріп, команданың бір әдемілігін жасақтап келе жатыр десек те болады. Енді осы ортадан осы бір
деңгейден айырылмай әрмен қарай дами берсе өзінің жемісін беруі мүмкін. Жалпы біз колледж студенттері болғандықтан, енді мамандықтар төңірегінде сөз қозғасақ, яғни биыл 2025 жыл жұмысшылар жылы. Сол туралы айта кетсеңіз? Өте жақсы сұрақ. Жұмысшылар жылы деп аталуының өзінде де бір үлкен мағына жатыр ғой. Дұрыс түсіне білу керек деп ойлаймын. Мысалы, жолдау көрген адамдар ертеңгі күнде осыдан бір нәтиже күтеді ғой. Неге жұмысшылар жылы деп жариялады? Сонда біздер барлығымыз жаппай тұрғыда жұмыс жасауымыз керек деген бағытта емес қой. Бұл жұмысшылар жылы деп жарияланған себебі өнеркәсіпті, бір нәрсені ойлап таба алатын жастар шығарса, жұмыс жасап жүрген әр адам, өзінің еңбегін тауып жүрген әр адам жан-жақты болу керек, шығармашыл болу керек. Ол бір өнеркәсіптің алдын ала алатын, өзінше бір деңгейде өсе алатын бағытқа жету керек деп ойлаймын. Сондықтан да бұл биылғы жылы сол көптеген қолдаулар болады. Өнеркәсіптер ашылса, ол жерден мысалға қазір бізде жарық тапшылығы деген сияқты, мұнай тапшылығы деген сияқты мәселелер келуі мүмкін. Соның алдын алатын робототехника деген бағыт берілгеніне уже бірнеше жыл болды Қазақстанда. Бірақ нәтижесі қашан болады мысалға? Осының барлығын бір-біріне ілестіріп алып келіп, бір жұмысшылар жылында бір тынсыз бір әдемі жаңалық ашып, соның жемісін көретін сәтке келген сияқты. Мемлекет басшысы да осы жағынан бір өте жақсы стратегия құрып берген сияқты, жұмысшылар жылы деп. Мысалы, жастар жылы, басқа жылы деген сияқты барлығынан өтіп келе жатыр ғой. Бірақ осы жұмысшылар жылы деген бір үлкен бір нәтиже әкеп берсе деген өзімізде бір іштей тілек, сенім бар, сол орындалса деген сияқты. Енді болашақ колледжі маман иелерін дайындап беріп жатқан бір мекеме ғой. Былайша айтқан кезде түрлі ұстаздар, ол қазақ тілі әдебиеті мұғалімі болсын, басқа тағы да мысалы, ол жерде дене шынықтыру мұғалімі, мен білетін экономистер, мысалы, бухгалтерлік бағыт бойынша юристерді оқылады ғой деймін, қателеспесем, мысалы, заңгер маман иесі шығу жан-жақты ғой, былайша айтқан кезде. Сол жан-жақты шығып жатқан студенттер өзінің ортасын таба білсе, сол арқылы дамытса, экономист, бухгалтер арқылы өзінің бір кез келген мекемеге барып жұмыс жасай алатын қалыпты адам ретінде көрсете білу керек деп ойлаймын. Ол саланы да білу керек. Ал енді ұстаз деген ол бір өшпес, әрдайым бағыты бар, келешек жастарға беріп жатқан өзіндік бір жалғанып келе жатқан іспеттес маман иесі ғой. Сондықтан да ұстаздардың орны мүлдем бөлек. Сондай ұлағатты ұстаздар шығарып беріп жатқан орта деп білемін мен өзім жоғары болашақ колледжін. Маман иесі өзінің жақсы маман иесі екенін көрсете алса, сол үлкен нәтиже. Одан басқа еш нәрсе талап етілмейді. Мысалы, мемлекетте басқа еш нәрсені талап етпейді. Әр маман өзінің жұмысын дұрыс атқарып берсе болды. Бізде мысалға жайдарман саласындағы жастарды дұрыс тәрбиелеп, патриоттық тұрғыда өзінің заңды түрде қалыптаса алатын адам екенін көрсету, сахнаға бейімдеу, сол арқылы бүкіл медиа саласына өтуге жұмыс жасаймыз. Соның нәтижесін көруіміз керек. Осы енді сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Жақсы, бүгінгі сұхбатымызға уақытыңызды бөліп келгеніңізге көптен көп алғысымды айтамын. Бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.